x квадрат плюс 2x минус 8 түбір астында кіші 12 минус 2x-тан. Енді мына жерде бұлай ойлауға болады. X квадрат плюс 2x минус 8-ден оң сан шығады. Оң сан шығады, яғни оны оң деп қарастырамыз. Ал оң саннан қандай сан кіші болуы мүмкін? Сонда бұлай деп қарастырамыз. X квадрат плюс 2x минус 8 үлкен неттен 0-ден. 12 минус 2x үлкен неттен 0-ден. Яғни бұл теңсіздіктің сол жағы да 0-ден үлкен болады, оң болады. Мына жер оң болатын болса, онда теңсіздіктің сол жағы да оң болады. Оң саннан үлкен теріс сан бола алмайды мына жерде. Егер ойланып қарайтын болсақ, оң саннан мына жерде теріс деп алатын болсақ, егер оң саннан теріс сан үлкен бола алмайды. Сондықтан теңсіздігіміздің сол жағы да міндетті түрде оң болады. Енді мына жерде екі жағы да теңсіздіктің екі жағы да оң сан болғандықтан біз дәрежеге шығара аламыз. X квадрат плюс 2x минус 8 кіші 12 минус 2x-тің квадраты. Сонда мынадай жүйені аламыз. Енді осы жүйені шешейік. Немесе сіздердің кітаптарыңызда иррационал теңсіздіктерді шешуге бірнеше қатынастар берілген. 9 қатынас болу керек. Соның мына 7-шісіне келіп тұр бұл. Түбір астында f от x-тің орнында сіздерде x квадрат плюс 2x минус 8 түбір астында осы, кіші g от x-тің орнында 12 минус 2x. Бұл мына жүйемен пара-пар дейді. Яғни f от x-іміз 0-ден үлкен. Дұрыс. Бізде x квадрат плюс 2x минус 8 0-ден үлкен нетен дедік. Ары қарай g от x-іміз 0-ден үлкен дейді. Әрине үлкен болады, оң болады деп қарастырдық. Міне бізде 12 минус 2x-іміз 0-ден үлкен. Ары қарай f от x кіші g от x-ті квадраттаймыз. Яғни теңсіздіктің екі жағында квадраттаймыз дегенді білдіріп тұр, мына жердегі берілген теңсіздікті. Бізде дәл солай жасадық. Осы қатынастарды қолдануға болады, немесе жаңағындай ойланып көруге болады. Ол осы ойдан түйген қатынастар болып есептеледі. Жақсы, енді ары қарай мына теңсіздікті шешейік. X квадрат плюс 2x минус 8 үлкен неттен 0-ден. Мына жерде минус 2x үлкен неттен минус 12-ден. Ары қарай мына теңсіздікті ашуымыз керек. 144 минус 24 48x плюс 4x квадрат. Енді теңсіздіктердің жинақтап алайық, содан кейін жеке-жеке түбірлерін аламыз. Бірінші теңсіздік x квадрат плюс 2x минус 8 үлкен неттен 0-ден. Мына жерде x кіші неттен 6-дан болады. Себебі минус 2-ге бөлеміз. Теріс санға бөлген кезде теңсіздіктің белгісі қарама-қарсы таңбаға ауысады, белгіге ауысады. Ары қарай мына жерде жинақтап жіберейік. 3x квадрат минус 50x плюс 152 үлкен 0-ден. Енді берілген теңсіздіктердің түбірлерін тауып алайық. Теңдеу ретінде қарастырып, минус 8 тен 0. 4 плюс 36 x1, x2, сонда минус 2 плюс минус 6 бөлінген 2. Минус 4-те 2 болады. Ары қарай екінші теңсіздік ол кәдімгі сызықтық теңсіздік, оны қарастырмасақ болады. Үшінші квадрат теңсіздікті теңдеу ретінде қарастырып түбірлерін тауып алайық.
дискриминанты 2500 минус 4 көбейту 3 көбейту 152 2500-ден алатымыз. Сонда жалпы 676 шығады. Есептеп көрсеңіздер болады. x1, x2 50 плюс минус 26 бөлінген 6. Сонда түбірлеріміз 24-ті бөлсек 4 болады. Қосатын болсақ 76 бөлінген 6 ол 38 бөлінген 3-ке тең. Ол 12,3-тен 2. Сонда мынадай түбірлеріміз шықты. Енді мына жүйені ары қарай жалғастырайық. Мына жерде бір черновик деп есептейік. Жүйені жалғастырайық. Сонда бірінші квадрат теңсіздігіміз түбірлері минус 4-те 2 үлкен болатын болса, осы түбірдің 2 жағы деп айттық. Минус шексіздіктен минус 4-ке дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейін. X кішінеттен 6-ға жазып қойық. Ары қарай үлкен дейді. 4 пен 12,3-тен 2-ның 2 жағы болады. Минус шексіздіктен 4-ке дейін, 12,3-тен 2-ден плюс шексіздікке дейін. Енді теңсіздіктер жүйесінің шешімдерін алдық. Енді жүйе болғасын барлығын бір координаталық осьте белгілеп қиылысуын аламыз. Ең кішісінен бастайық. Минус 4. Минус 4, 2. Ары қарай. 4. 6. Бұл белгіленбейді. Алты, сосын 12,3-тен 2. Енді бірінші теңсіздікте минус шексіздіктен минус 4-ке дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейін. 2-ден плюс шексіздікке дейін белгілейік. Екінші x кіші неттен 6-дан дейді. 6-дан кіші дейді. Бұлай белгілейік. Ары қарай минус шексіздіктен 4-ке дейін, минус шексіздіктен 4-ке дейін, және 12,3-тен 2-ден плюс шексіздікке дейін. Енді 3 рет қиылысқан жерді қараймыз. Ол минус шексіздіктен минус 4-ке дейін, сосын 2-ден 4-ке дейін. Сонда теңсіздіктің шешімі минус шексіздіктен минус 4-ке дейін, 12 емес, 2-ден 4-ке дейін. Мына жерде тік жақша болады. 2-ден 4-ке дейін. Ары қарай келесі мысал. 9x квадрат минус x минус 10 үлкен неттен 3x минус 2. Мына жерде тағы да теңсіздіктің екі жағын қарастырайық. Түбірдің астынан әдеттегідей оң сан шығады. Түбірдің астынан енді оң саннан қандай сан кіші болуы мүмкін? Мына жерде. Ол оң санда болуы мүмкін, теріс санда болуы мүмкін, я? Сонда біз сол екі жағдайды да қарастырамыз. 9x квадрат минус x минус 10 үлкен неттен 0-ден, 3x минус 2 кіші неттен 0-ден. Яғни бұл теріс болуы да мүмкін. Яғни теріс саннан оң сан үлкен болуы мүмкін. Сол жағдайды қарастырдық мына жерде. Ары қарай келесі 3x минус 2 ол оң да болуы мүмкін. Оң болған кезде, егер бұл оң болатын болса, онда екі жағы да оң болады да, біз оны квадраттай аламыз. Сонда
мынадай теңсіздік аламыз. Теріс болған кезде біз квадраттай алмаймыз. Теріс болған жағдайда оны теріс деп қарастырып, бірақ түбір астындағы өрнекті оң деп қарастырып, теңсіздікті шешеміз, болды. Ал оң болған жағдайда біз теңсіздіктің екі жағын квадраттап ары қарай шеше аламыз. Сонда мынада екі жүйенің жиынтығы пайда болады. Немесе жаңағы иррационал теңсіздіктер шешуге арналған қатынастар деген 8-ші қатынаста осы теңсіздік берілген. Соғанда қарауға болады. Яғни осы теңсіздіктің қандай жиынтықпен, қандай жүйемен пара-пар келетіні көрсетілген. Ары қарай енді мына жүйелерді жеке-жеке шешеміз, содан кейін барып солардың жиынтығын аламыз. Бұлай жасайық. Барлығын ықшамдап алайық. Мына жерде x кіші неттен 2 бөлінген 3 болады. Мына жерде x үлкен неттен 2 бөлінген 3. Мына жерде 9x квадрат минус x минус 10 үлкен неттен 9x квадрат минус 6 12x плюс 4. Енді мына жердегі теңсіздікті жазып қоя берейік. Енді барлығының түбірлерін тауып теңсіздікті шешейік. 9x квадрат минус x минус 10 тең 0. 1 плюс 4 көбейту 9 көбейту 10 361. x1 x2 1 плюс минус 361 19-ның квадраты. 18-ге бөлеміз. Минус болған кезде минус 18 минус 1-ге тең, плюс болған кезде 20. 2-ге қысқартамыз, 10 бөлінген 9-ға тең. Ары қарай. Мына жерде 9x квадрат пен 9x квадрат жойылады. Ары қарай бір жаққа жинайтын болсақ, 11x 12-ні минус 12x шығарамыз. Сосын минус 10-ды теңсіздіктің екінші жағына шығарайық. Плюс 10 болып шығады, сонда 14. X үлкен неттен 14 бөлінген 11. Енді бұны черновик деп қарастырайық, сосын жүйені ары қарай жасайық. Сонда үлкен неттен 0-ден дейді, минус 1 мен 9-дан 10-ның, яғни 1,9-дан 1, екеуінің екі жағы болады. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін. 9-дан 10-нан плюс шексіздікке дейін. Ары қарай x кіші неттен 3-тен 2-ден. Бұл бір жүйе. Келесі. X үлкен неттен 3-тен 2-ден. Ары қарай x үлкен неттен 14 бөлінген 11. Бұл жиынтық. Енді мына жүйені бір сан осінде шешіп алайық. Жүйеден бір шешім шығару керекпіз. Минус 1. Содан кейін 3-тен 2. Сосын 9-дан 10. Минус 1 мен 9-дан 10-ның екі жағы. X кіші 3-тен 2-ден дейді. Сонда бұл жүйенің шешімі минус шексіздіктен, мына жерде минус 1, минус 1-ге дейін. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін. Бұл жүйенің шешімі. Енді келесі мына жүйенің шешімін анықтайық. 3-тен 2, 11-ден 14. X кіші 3-тен 2-ден, X кіші 11-ден 14-ден. Сонда бұл жүйенің шешімі минус шексіздіктен 3-тен 2-ге дейін. Минус шексіздіктен 3-тен 2-ге дейін.
Сонда мынадай жиынтық алдық. Енді жүйе мен жиынтықтың айырмашылығы неде? Жүйені шешкен кезде жүйе дегеніміз ол қиылысуы. Берілген теңсіздіктердің немесе берілген элементтердің қиылысуы. Ал жиынтық дегеніміз ол бірігуі. Сонда мына екі теңсіздіктің шешімінің бірігуін аламыз. Минус 1-де 3-тен 2. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін, минус шексіздіктен 3-тен 2-ге дейін. Мына жерде қиылысуы емес, екеуінің бірігуін аламыз. Біріккен жері, яғни минус шексіздіктен 3-тен 2-ге дейін. Сонда бұл теңсіздіктің шешімі минус шексіздіктен 3-тен 2-ге дейін.